Енді мынау қазақ ұйғыр тақырыбы туралы қысқаша айта кетейік. Біздің бүгінгі лекциямыз көп көже лекция болды. Мынау Қазақстанда Мәсімовтің кезінде Мәсімовтің әкесінің інісі Қасым Мәсіми деген бір есекбас болған. Ол кәдімгі өмірі самсашы, лағманшы біреу болған. Аяқ астынан бір-ақ күнде тарихшы болып, өмірі қалам ұстап көрмеген есекбас бір-ақ күнде қалам ұстап тарих жазады. Сөйтіп ол орыс тілінде уйгурский держава деген жазады. Ол Қасым Мәсіми деген орыс тілінде екі сөздің басын құрап сөйлей алатын адам болмаған. Оның тіпті қалам ұстамаған. Ол өмірінде сол самсамен айналысқан самсашы кәдімгі. Енді сол уйгурский держава дейтін кітапты жазады, орыс тіліне аударылады. Мәсімовтің кезінде мына Мұхтар Құл-Мұхаммед деген біреу бар. Мұхтар Құл-Мұхаммедтің де арғы жағы шикі болуы мүмкін. Ол мынау Алматыдағы Атамұра баспаны ұстап тұрған кезде, сол Атамұра баспасынан сол уйгурский держава деген кітапты сол Мұхтар Құл-Мұхаммед басып шығарады. Мұхтар Құл-Мұхаммед ол да Қытайдан келген қазақ. 2 жасында келді дейді, біреу 10 жасында келді дейді, білмеймін. Қысқасы, сол Атамұра баспасын ұстап тұрған кезінде Мұхтар Құл-Мұхаммед осы Қасым Мәсімидің уйгурский держава деген кітабын бастырып шығарған. Ал ол кітаптың көп шыққаны соншалық, әрбір Алматының маңындағы Шелек Чонжыдағы ұйғырдың үйінде тұратын болған. Ал бұл кітап қып-қызыл жалған, ғылымға қарсы, тарихқа қарсы кітап. Бұл кітаптар туралы Әлімғазы Дәулетхан тарих ғылымдарының кандидаты, Абыз Ақсақал бұл кітаптар туралы қаншама мақалалар жазды. Бұл кітаптарда қысқасы мүлде өтірік әңгімелерді айтады. Онда мынау ұлы жүз албандар, олар ұйғыр албандары, суандар, олар ұйғыр суандары, мына қаңлылар ұйғыр қаңлылары, жалайырлар ұйғыр жалайырлары, наймандар әсілі ұйғыр наймандар, ұйғырдан тараған ұйғыр наймандары, керейлер ұйғыр керейлері, жаңағы қыпшақтар ұйғыр қыпшақлары деген сияқты бәрімізді ұйғырдан таратады. Сөйтіп баяғыда үлкен ұйғыр империясы болып тымыш, содан мынау қалың Ыстошақты Шапраштыға дейін тұтасымен сол бәрін сол ұйғырдан таратады. Мынау Жетісу емес екен, Яттасу екен, ол ұйғырдың жері екенміш. Яттасу яр яннаты екен, Жетісу жер жаннат емес, Яттасу яр яннаты екен. Қысқасы сөйтіп жазған кітап қой. Сөйтіп енді жаңағы уйгурский державаны жазған соншалық сөйтіп бүкіл қазақтың жері ұйғырдың жерін қып шығарады. Соны жаңағы Мұхтар Құл-Мұхаммедтің кезінде Атамұра баспасынан бастырып шығарады. Қазіргі Қазақстан билігіндегілердің сиқы осы. Бұл Кәрім Мәсімовтің кезінде шықты. Бұл Кәрім Мәсімовтің көкесі жаңағы уйгурский держава деген кітапты жазған. Бастырған Мұхтар Құл-Мұхаммед. Екеуі де Қытайдан келген. Кәрім Мәсімов КГБ-ның шпионы болған. Ол Кәрім Мәсімовтың Үрімшіде қалай Үрімшідегі анау атташе виза беретін, виза рәсімдейтін қарапайым қызметкер болған, оны мен өткенде айтып бердім. Оның әкесі ол жаңа Қажымхан дейді, ол оттаған сөз, ол сарт кәдімгі. Ол Ажымхан, Қажымхан деп қазақ қоймайды, қазақ Қажым Мұқан деп қояды. Ол Ажымхан. Ол сарт кәдімгі, сарт. Ол да самсашы сарт, байпақ, дамбал сатып жүрген сарт ол да. Сол байпақ дамбал сатып қаңғылес деп жүргенде Үрімшіде жаңағы қазақтың кен ашып байыған миллионері Оразанбай Қазақстанға, жаңа дербес болған Қазақстанға көмектесем дейді. Соныменен бұл жерде Қалдарбек Найманбай, о кезде Үрімшідегі Қазақстанның консул статусы жоқ консулының жауаптысы болып тұрған. Сонымен Оразанбай, миллионер бай, Қалдарбекпен кезігіп екеуі ант сушып, содып жүрген кезде, ой, сен сауданы білесің ғой деп, ана Үрімшіде қаңғылестеп, қоржын паспорт кіргізіп, делдал болып жүрген жаңағы Ажымхан сартты тауып алады. Содан Ажымхан сарт Қалдарбек Найманбайдың таныстырумен Ақсарбас қой сойып өтірік қазақ болып жүрген қазақ қой. Қайдағы қазақ ана, үнді Пәкістан сияқты қап-қара, ана көз, ана сөйлеген сөз, ана ырғақты, ана ырғағынан қазақшасының өзінде. Онда қылсаң болмайды, балалар, былай істеңдер, тезірек болмайсыңдар ма дегеннен ақ қазақ өйтіп сөйлемейді ғой, ана сарт ырғағымен сөйлейтін сарттар кәдімгі. Сөйтіп өтірік қазақ болып, қазақтың ішіне кіріп алған паразит құрттар бұлар. Сөйтіп Оразанбай байдың сол заманда 100 миллиондаған долларын
Бұлар жейді, қолына 100 миллиондаған доллар тигеннен кейін Назарбаевқа пара береді. Сөйтіп қаңғыл істеп жүрген Сарттың баяғыда совет кезінде шпиондыққа Қытайға жіберіп оқытқан ұлы бар. Аузы мұрны дүрдиіп, жаңа боққа жарамай, не самса сата алмай, не кәуап пісіре алмай, не орыстың КГБ-сы шпион болып, дұрыс шпион болмай, не Путинға да керек жоқ, Назарбаевқа да керек жоқ. Алматыда кәдімгі шашлик пісіріп жүрген жағал Сасық Сарттың баласын алып келеді де, жаңа 100 миллиондаған Оразанбай байдың кен ашып байған ғой, ол кен ашып кәдімгі алтын тастар, асыл тастар, бриллиант, соның кенін ашқан адам. Сон жаңа байта Назарбаевқа қанша миллионын береді, бірден қаңғып жүрген кауапшы самсашы Үрімжідегі атташе болып шығады. Ол Үрімжіге атташе болып барғанда бітті. Визаның бағасы $1000-ға өседі. Қалың Сарт, Қытай, бәрі виза деген тегін беріледі. Қазақтар деген салбырап тұрады, қалың делдалдық қаптайды. Содан ол визадан бір ақша жасайды да Гонконгке барып. Гонконгта атташе болады, сөйтсе Гонконгта құжынаған виза жоқ. Сөйтіп жүрген кезде Назарбаевтың жаңағы қазақ кейт дейтін Америкамен үлкен даулы оқиғасы бар. Назарбаевтың әулеті тіке Американың Шеврон тағы басқа мұнай компаниясынан $200 миллион ма сондай сұмдық пара алған. Америка сотқа тартады, сен бұл ақшаны қайда жұмсадың деп. Назарбаев соттан қашады. Сөйтіп әр жылы көктемдегі телекөпір дейтін сасқалақ ойынын Назарбаев ойлап шығады. Сол Америкада сот болатын күні Назарбаев телекөпір жүргізіп өтіріктен онлайн телефонда жауап беріп елге сөйтіп ойын ойнап қалады. Телекөпір болып. Американың сотына бір. Сөйтіп жүргенде Гонконг дегенде ол бүкіл жер әлемінің алаяқ шпионы жиналған жер, жаңағы экономикалық шпионы бар, басқасы бар, өсіп кетті ғомна. Содан жаңағы Мәсімовтің екі ауыз жегі негі қытайшасы бар. Енді Мәсімовтің қытайшасын енді қытайша оқыды деген аты енді ол. Мәсімовтің қытайшасы. Ол ана Қытай қазақ сөздігін құрастырған Дүкен Мәсімхан екеуі бір ұстаздан оқыған ба, екеуінің акценті де бірдей, қытайшасы да бірдей. Енді ол екеуін қытайша біледі дегеннен гөрі, бір итті Қытайға апарып, бір 5 жыл үргізсең де сол итекеш итте қытайша үріп, сол сөйтіп өтетін еді. Сонымен айтау жегі негі деп ыңқылдап жүріп, сол Қытай шпионы бар, америкалық шпиондармен сөйлесіп жүріп, Ақ үй мен Ақ Орданың ортасында дәнекер болып, сонымен ең соңында ол ана қашаған мұнай кенінің мынаусы сенікі, мынаусы менікі деп Назарбаев сөйтіп америкалық әулеттерге разы қылатын беріп, сонымен Американың екі солшыл демократының медиасына $5-6 миллионнан доллар мақтатып, олар аяқ астынан мынау Қытай мен Орыстың ортасынан тәуелсіз ел құрған деп мақтап мақала жаза қояды. Болды, сонымен мәселе шешіледі. Сонымен Каман Бейби деп анау Гонконгте ақша таба алмай, енді самса сатам бекем, сол бұрынғы кәсібіме. Есек бағып әкеп, есектің сүтін сауып сатам бекем, кәуап сатам бекем деп отырған жаңағы мұртты Сартты алып келіп, премьер-министрдің орынбасары қылып, одан кейін премьер-министр қылады. Қысқасы әңгіме сол бұлардың бәрі. Бұлардың барлығы қаншер. Бұл жерде мен Мәсімовті бір өзінің ұлт үшін қызмет істеді деп айта алмаймын. Ол өзінің ұлтында сатты. Оның әкесі де өзі де, олар өздерінің ұлт үшін боқтас деген жоқ ол. Олар тек кәдімгі шайтандар, кәдімгі ақша тапты болды. Сол Назарбаевтың қаншер диктатуралық саясатының кәдімгі көп қаншер көп айналасына қараса, ана қазақта парақор, мына қазақта парақор, олар барды да сол Назарбаев қалыптастырған парақор қазақтардың кландарына қосылды. Назарбаевтың айналасына өңкөй кәріс, мәріс, анау мынау жиналды ғой өңкөй, тіпті қырғыз, қазақ екенді күмәнді, татар, ана бетінде қаны жоқ, ана сүліктей әппақ боп, 10 жыл рәк боп ауырғандай, 10 жыл сүзек боп ауырғандай, ана әппақтардың бәрі татарлар, олардың біреуі қазақ. Назарбаев сол өңкөй өзі сияқты арт жағы шикілерді жинап алды ғой. Мына жоғары жақта отырған
анау мынаудың бәрі татар Назарбаев кезінде әкелгеннің. Қысқасы қазақ халқын езу керек, қазақ халқын құлдану керек, қазақ халқын жаныштау керек, үнемі этникалық қайшылықтарды қазақ пен түрік, қазақ пен Әзербайжан, қазақ пен күрд, қазақ пен корей, қазақ пен әрмен, қазақ пен ұйғыр, бұл үнемі қайшылықты тудырады да, содан қазақтар көтеріліп анау мынау дейді. Сон қазақтарды әдейгі көтеретін өтірік ұлтшылдары бар, жаңағы кім Құрал Сейітхан, Құдабай Қаржау сияқты. Олар ойбай қазақты қорғайық дейді. Бейне қазақтың армиясы жоқ па сонда, қазақтың полициясы жоқ па, қазақтың прокуратурасы заңы жоқ па, сонда қазақтан ауылда жүрген жай қазақтың жұмыс таппай ашуын қайда шығарарын білмей жүрген жігіттер қорғай ма екен? Сөйтеді әдейге қазақ пен жаңағы этникалық азшылықтардың ортасын от салады. Әдейге қазақ пен ұйғырды қырылыстырады. Міне қазақ пен ұйғырдың қырылысуының ар жағында Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті тұр. Бұл жерде бір ұйғырлар керемет пайда тапқан жоқ. Қазақтар да керемет пайда тапқан жоқ. Қазақ күрд, қазақ Әзербайжан, қазақ шешен, қазақ әрмен, қазақ түрік бәрін қырылыстырып отырған Назарбаев. Сөйтіп жаңағы бүкіл айналасында қазақ еместердің қолы арқылы қазақты арандатып, қазақтың жігіттерін әр жолы 100-ден, 200-ден, 500-ден, 1000-нан жаңа түрмеге тығып, түрмеге тықпағанның малын параға алып, кембілер 1 қанын сорып, полицей 2 қанын сорып, прокуратура 3 қанын сорып, судья 4 қанын сорып, қазақтарды үркітіп, қорқытып, жаңағы отырса опақ, тұрса сопақ қылып жаныштап, бастаудың ғана саясаты, басқа саясат жоқ бұл жерде. Бұл жерде басқа ешқандай құпия да жоқ. Ойлашы, ауылдан бір 1000 отбасы бар ауылдан 100 қазақты соттайды. 200 қазақтан полицей паралады, 300 қазақтан киембі паралады, 400 қазақтан прокуратор паралады, 500 қазақтан судья паралады. Сөйтіп әлгі этникалық қақтығысқа қатынасқан қазақтың жаңағы түк бере алмағанын соттап, ал бере алғанын жаңа тонап, бәлен жылдан бері ішпей жемей жинаған ақшасын құртып, ең соңында ауылдағы үйін сатып, тентіреп, қалаға барып, қаңғып, квартира жалдап кетеді ғой. Сөйтіп қазақты аздырып тоздырудың ғана тактикасы болды. Бұл жерде Мәсімовті ойбай өзінің ұлты үшін жұмыс істеді дейтіндерге айтам. Ол өзінің ұлтын сатқан, сатқын ол бар болғаны Назарбаев қалыптастырған кәдімгі парақор бандиттік, қанішерлік кланның бір мүшесі ғана, оның едірейге мұрты ғана саған бір бауырмалдық сезімін тудырмаса, оның сендерге жасаған түгі де жоқ ол әрбірден. Қысқасы Назарбаев айналасына өңкей осындай ұрығары қарақшыларды жейді. Әдейі олардың ұлты тек қана ана қазақтардың ыза-кегін ашуын тудыру үшін ғана керек болды. Болмаса Назарбаев та ана бір этникалық топтарға бір жан ашып жақсылық істейін деген жоқ. Назарбаев оларды адам құрып көріп тұрған жоқ. Қазақстанда олардың 1%, 2% екенін Назарбаев жақсы біледі. Олардың құрттай ауылдарда тұратынын, ешқашан үлкен миллиардер болып, үлкен мұнай газды ұстамайтынын Назарбаев біліп отыр. Ал Назарбаев неге оларды көтерді? Қазақтарды ызаландыру үшін. Назарбаевқа тек одақтасуға болатын барлық күштермен одақтасып, қазақты жаныштау керек болды. Бар болғаны сол, Назарбаевқа сол керек болды. Ол Назарбаевтың шапырашты екен де өтірік. Шапыраштылар далиып қалды. Ой, біз шапыраштымыз деп енді тал таңдап енді болмай қалды. Өзі әжетхана сүртіп жүрген шапырашты енді өзінің әжетхана сүртіп жүрген ұмытып қалады ғой енді. Анау енді Құдай сақтасын, енді Құдайдың құлағын ұстағандай болып қалады ғой. Өзі әжетхана сыпырып тапырастымыздақ қалады. Тапырастымыздақ қалады. Ойбай, тапырашты деген қандай ру деп сұрасам, тапырастымыздақ қалады. Өзі әжетхана сүртіп жүр. Бұл жерде мен шапыраштыларды төменстейін деген сөзім жоқ. Сол шапырашты дейтін руды құрал ретінде пайдаланды бар болған. Бұл жерде шапыраштылардың 99% жай қарапайым егінін егіп, малын бағып, бұқасына шаптырып, сиырын туғызтып, бұзауын сатып, сүтін сатып, қарапайым күн көрді. Бірақ Назарбаев ішінен бір 50-60 шапыраштыны алды да, енді әкімде жасады, министрде жасады, киембіде жасады, прокурор, судья жасады. Сөйтіп шапыраштыларды өзіне қалқан қылды Назарбаев. Бар болған сол. Анау коммунистік партияның
миллиондаған бұқараның ішінен компартия деп құрып, компартияның ішінен орталық партия комитеті құрып, одан миллиондаған жастардың ішінен жаңа комсомолды құрып, жастар одағын, одан жастар одағының ішінен орталық жастар одағы комитеті дегенді құрып, адамдарды әдейіге клан, жік, топ, класс, группа, категорияға айырып басқару жүйесі сияқты Назарбаев сол шапыраштарды өзіне жаңағындай бір клан қылып таңдады. Бар болған сол. Бұл жерде қазақтар шапыраштыларға деген бір өшпенділік туып кетпесін. Өшпенділік тумасын. Олар кінәсіз. Бар болғаны олардың ішіндегі орайшылдарға орай болып берді. Бар болған сол ғана. Болмаса шапыраштылардың жай қазақтан артық ештеңкесі жоқ, кем ештеңкесі жоқ. Қазақтың барлық руы бірдей, бірінен бірі артық, бірінен бірі кем емес. Бар болғаны Назарбаев өзінің қалмақ екенін жасыру үшін шапыраштыларды қалқан қып пайдаланды. Болды. Ал енді шапыраштылардың ішінде жаңағы сол әкім болған, сәкім болған, полиция болған, министр болған, депутат болғандардың бүкіл шапыраштылардың санына шақсаң 1%-ға жете ме, жетпей ме? Мәселе сол 1%-ға жетпейтін сол шапыраштылар Назарбаевтың көлеңкесінде оларды шайқап қалды. Олар бүкіл шапыраштыны ғарқ қылған жоқ. Олар сол өзі тоқалы, моқалы, анау-мынау, қиқым-бейқым, сиқым, ыңқыл-сыңқыл, солардың бәрін байтты. Бол, басқа түгі жоқ. Міне, бұл жердегі әңгіме сол. Бұл жердегі Назарбаевтың кәріс-мәріс, Әзербайжан, татар-сатарды жиып алып келіп, жаңағы сондай өзінің айналасына жиятының сыры сонда. Бұл жерде Мәсімовтің де сыры сонда. Бірақ, осы арқылы Назарбаев қазақ халқы мен ұйғыр халқының ортасына от жағу жоспарын өте өз үшін алғанда ойдағыдай орындады. Қазір Қазақстандағы қазақтар мен ұйғырлардың ортасында үлкен бір бітіспейтін бір өшпенділік бар. Анығында бұл бітіспейтін өшпенділік сол Назарбаевтың мүддесі үшін жұмыс істеді. Мәсімовті қойып қойды. Қазақтар деген Мәсімовті тақтан құлатса, бүкіл қазақ бақытты болатындай болып. Бүкіл қазақ Мәсімовке, оның ұлтына наразы болды. Оның бәрі ойын. Мәсімовті әдейіге бүйтіп балық аулайтын кезде қармақтың ішіне ілетін шуалшаң құрт бар ғой, қармаққа ілетін. Сол сияқты қойып қойды. Бар болған сол. Ал енді қазақ пен ұйғырдың ортасында бұндай қайшылық болмауға тиіс еді. Бұл тарихи қателік, бұл үлкен қателік. Қазақ пен ұйғыр тарих өстіп бірге жасауға мәжбүрлеген. Құдай осындай тағдырды, ауыр тағдырды ұйғырларға да жазған, қазақтарға да жазған.